игілік әмин, мәңгілік менің махаббатым. Ниеті қабыл болған етікші. Бағзы бір заманда қай жерден екенін есте жоқ, анық мұсылманмын деген бір бейбақ Меккеге атанған екен. Көл-көсір дүниенің қайдан шыққанын бір Алла тағала білер. Тыңғылықты әбден дайындалыпты. Аллалап ақ ұрып жүрген Меккеге жеткен соң бар ниетін атқарып, тиісті рәсімдерін мүлтіксіз орындап, нәжатын жасайды. Кемтарларды есіркейді. Былай қарағанда Алла тағала да, пайғамбарларыңыздың рухы да бәрі де разы болатын аяқ. Іштей момын бейбағымыздың көңілі өз-өзіне толайып та қалады. Ендігі қалғаны не еді? Ойланып Алла тағала ақтығымның толық дәлелі болсын, мешітке түнеп ниет намаз оқиын деп шешеді. Қуыс кеудесінің терең түкпірінде, осы Меккеге жиналған нөпір халқының ішінде кімнің ниет бірінші қабылданар екен? Алланың көзі оң болса, пәндасын есіркер деген ой пиғылда пайда болады. Мешітте құптан оқылып, ел түгел тарағаннан кейін момынымыз жалғыз өзі қалып ниет намазына тұрады. Алла тағала адал пәндаңның ниетін алдымен қабыл ете көр дейді. Содан намаз аяқтап, Алла тағаладан бір хабар болып қалар деген күйкішілік оймен тәсбih қайтарып отырып қалғып көз ілініп кетіпті. Бір уақта селк етіп оянса, қарсы алдында бір кісі де тәсбih тартып отыр екен. Мына адам маған серік болды ғой деген ойға кетеді ішінен. Осы кезде ақ шапанды, сәлделі, әппақ қудай қария кіріп келеді. Тәсбih тартып отырған кісі орнынан әдеппен тұрып, құрметпен амандасып болған соң, уа хазірет, Меккеге қанша адам жиналды, қаншасының тілегі қабыл етілді деп сұрайды. 3,5 миллион адам жиналды, ешқайсынікі қабыл етілген жоқ. Тек Алла тағала Түркістан шаһарындағы Әбділда деген етікшінің әжісін қабыл етіп, соның арқасында кеңшілігімен жиналғандардың бәрінің де тілегін бере салды дейді хазірет. 3,5 миллион адамды қайдам, ниетім тура еді ғой, деп жыламсыраған момын бейбақ еліне бұрылады. Жолда келе жатып қайғылы ойға батады. Қалайша мұнда жиналғандардың біреуінің ниеттері есепке кірмей Түркістанда үйінде отырған Әбілданікі қабыл болды. Жоқ, мен мұны біліп көріп қайтайын дейді. Кері бұрылып, арып-ашып Түркістанға жетеді. Сұрастырып жүріп Әбділданы базар маңында етік тігіп отырған жерінен табады. Алдына жығылып, құрметтім, сіздің әжіңіз қабыл болды дейді. Ешқайда шықпаған Әбділда аң-таң болып қалады. Мен Меккеден келіп тұрмын. Сіздің арқаңызда барлық мұсылманның ниеті қабыл етіліп, хоштасып тарқастық. Осыныңыздың мәнісін айтсаңыз, соны білмекке келіп едім дейді момын бейбақ. Әбділда бейтаныс жолаушыны үйіне шақырып қонақ қылады, не істегенін баяндайды. Әжілікке бару парызым да, арман тілегім де еді. Сол үшін күнделікті тапқан 2 теңгемнің біреуін бөлек құмыраға сала бердім де, екіншісін бала шағамның нәпақасына жаратып келдім. Бір күні базардан қызметімнен оралсам, әйелім қапаланып отыр екен. Құмыра теңгеге толып, ертесіне әжілікке жүрмекке байлаған едім. Тыныштық па, жөнін айта ғой дедім. Көрші ата көңілімді қалдырды. Үйіне кіре қалған едім. Қызғанып, былқып пісіп тұрған қазан толы еттен ауыза тигізбей қуып шықты. Біз болсақ ылғи да көмектесуші едік, деп әйелім одан сайын қапаланды. Мұның бір мәнісі болуы керек білейін деп көршімнің үйіне бардым. Үй ішімізбен нәр татпағанымызға 3 күннен асты. Балаларым аштан өлетін болған соң, сандырақтап көшеге шықсам өліп жатқан есекті көрдім. Мен үшін харам болғанмен балаларым үшін халал деп шештім. Қазандағы ет сол есектікі еді. Әйеліңізге айта алмадым, өзі әрі-бері тұспалдап ымдағанымды түсіне қоймады. Сосын еш амалым қалмай қуып шыққаным рас еді дейді көршім. Үйге келіп ойға қалдым. Әйелі жоқ, балалары жас, көршілерім аштан қырылар күйде жатқанда менің Меккеге жол тартқаным тура емес екен деп сөйттім де құмырамдағы теңгенің біразын көршіме, қалғанын басқа да аш-жалаңаштарға таратып бердім. Ал көрші қария құмырадағы теңгені алып тұрып, ниетің, тілегің қабыл болсын деп батасын берді. Ең бастысы,
менің ниетімнің ел-жұртымның алдында қабыл болуы екендігін ұғынған едім, деп аяқтайды сөзін етікші әбділда. Әжілік, қажылық ең әуелім әркімнің өзінің отбасында екенін ұғынған момын бейбақ еліне аттанып кетіпті.